Сәлем арна көрермендері, қазақша тілді арнаның дамуына үлес қосып тіркеле кетіңіздер. Журналист Нұргелді Әбдіғани қоғамдағы тосын құбылысты сөз етіп оқырман қауымның назарын аударды. Автор TikTok әлеуметтік желісінің тікелей толқынына түн жарымда қосылып, үлкенді-кішіге, жастарға, ұлттық дәстүрімізге, тәлім-тәрбиемізге қарсы үгіт айтатын адамдардың көбейгенін байқаған деп хабарлайды Адырна ұлттық порталы. Дін деген өте нәзік тақырып қой. Біреудің көңіліне, біреудің сеніміне сөз тиіп кетеді деп тартыншақтаймыз. Десе де бүгін қысқа ғана бір ойды ортаға салмақпын. TikTok деген желі қазір жұрт көп бас сұғатын алаңға айналды. Жасы да, кәрісі де сонда. Соңғы уақыттары қара жамылған қатын-қалаштың тікелей эфирлері лентамда жиі шығып жүрген. Мән бермедім. Ондағы көкей-сөкей қоқыстың барлығын қарап, барлығына сөз шығарып пікір жазатын уақыт қайда, деді журналист. Кейіннен автор тұмшаланып алып қазақы тәрбиеге, ұлттық салт-санаға қарсы кер толғау айтатындардың сөзін, іс-әрекетін саралады. Жаңағы қаралағатындардың біреуі бір шықты, екіншісі екі шықты. Содан әлгінде ерінбей біреуінің әңгімесін тыңдап шықтым. Әуелі жаңағыларыңыз сөз шешен, айтарға ағылып тұрған сөзмерлер де емес. Екі сөздің басын құрап сөйлей алмайтын ежіктер. Мыңқ-мыңқ етіп әрнені бір әңгіме қылып сағаттап отырды. Жарты сағаттан соң қолымды сермеп шығып кеттім. Сосын бұлар көбіне түн уақыттарда эфирге шығады екен. Түн дегенде 200-300 шамасы. Тіпті біреуін 4-тің шамасында көріп қалдым. Айтатын әңгімелері араби терминдерді қолдан отырып, ұлттық тәрбиеге қайшы, қазақы таным түсінікке жат әңгімелер. Оның алдында біреуі әке-шешең орамалыңа, намазыңа қарсы болса, оның пікірін елеме, қарсы шық деген мағынада бірдеңкелерді айтып отырды. Оны скриндеп алмаппын. Сөз соңында Нұргелді Әбдіғани көңіліндегі көп сұрақты оқырман қауымға жеткізді. Қолданушылары ашық, бүкпесіз, өз ыңғайы мен шама-шарқына, білім мен түсінік деңгейіне қарай контент жариялайтын TikTok желісіндегі тосын құбылысқа тоқтау болуы қажеттігін қадап айтты.